Бағана сабақта не айттың? Өз түріңді көрдің бе? Ей, Алихан, жай қалжың ғой. Не болды, ренжіп қалдың ба? Қалжың дейсің бе? Егер адамға ауыр түссе, ол қалжың емес. Зорлық-зомбылық ол тек төбелес емес. Ол сөз, қорқыту, қысым, тіпті үнсіз қалу да мәселенің бір бөлігі. Физикалық зорлық ол ұру, тебу, итеру. Ол ерлік емес, ол күш көрсету жолы емес, ол қылмыс. Психологиялық және эмоциялық зорлық ол қорлау, кемсіту және манипуляция. Бұл өзін-өзіне сенімділікті және өзін-өзі бағалауды бұзады. Зорлық ол сенің еркіңе қарсы келген әрекет. Сенің рұқсатыңсыз ешкім саған қолын ұшын тигізуге құқығы жоқ, ешкімнің. Ал тағы бір түрі бар, цифрлық зорлық. Ол интернет желісіне сенің суреттерін салып мазақ қылу. Интернет сені мазақ қылатын жер емес. Көп адам ұялады және де қорқады, сондықтан да үнсіз қалады. Бірақ үнсіз қалсаң, зорлық жалғаса береді. Есінде болсын, көмек сұрау әлсіздік емес, мықтылық. Егер досың немесе сыныптасының зорлыққа ұшырағанын көрсең, ешқашан үнсіз қалма. Бір қоңырау бір адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Барлығымыздың қауіпсіздік пен құрметке Байланыс орталығы бір-бірге тәулік бойы қоңырау шала аласың. Тіпті түнде де қоңырау шалуға болады. Осы сандарды есте сақта. 111. Және де тағы да басқа мүмкіндіктер бар. Мен неге үнсізбін атты бөлімге өз хатыңды жібере аласың. Егер өз атыңды айтқың келмесе, анонимдік хат жазуға болады. Психологтар саған әрдайым көмектесуге дайын. Үнсіз қалма. Қорықпа. жай қарап тұрма.